Мен Ұзақбай Сықбаев ауылының жас ақыны, Евразия ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Көшенова Аружан Маратқызы. Мәңгілік елді жырлаймын. Өмірге келдім 19-20 жыл бұрын, көзімді аштым, анамды көрдім, танысын. Қаз тұрдым үйде, туған туысым қасымда, бір қадам бастым, нықталды сенім тұғырым. Мектепке келдім, ұстазды көрдім, білімді, болашағымнан үміт күтеді сенімді. Әнімді айттым, жырымды жаздым, армансыз, теңіздей білім аламын мектеп кемеден. Түсіндім қазір, жеткенім осы күніме, бабамның зары қосылған ән боп үніме, ауасын жұттым, құлашын кеңге жайылған, тәуелсіз елдің ұрпағы екен бүгінде. Қымбат қоймаған туған елімнің әр тасы, төгілді онда ата-бабамның көз жасы. Көгімде туым желбіреп көзім тоймайды, осының бәрі тәуелсіздіктің арқасы. Ұрпағымыз біз, алтындай ғасыр дәуірдің, алтындай ұрпақ өзіңе туған жарық күн. Мәңгілік елді жырлайды сенің ұл қызың, бәйтерегіміз торы биік алыптың. Тойлансын елдің тәуелсіздігі байлығы, сәулесін шашсын көктегі күн мен ай нұры. Қабыл ал елім, жырымнан шашу болсын бұл, жүректен шыққан жас ақынның тартуы. Басымды ем батырға және ақынға, алаш елінің әр азаматы нар тұлға. Батырлар қиды жандарын туған жер үшін, жеткізді ақын ерлік істерін ұрпаққа. Бір тағдыр, бір ел, қазағым мәңгі жасасын, ата-бабамның әруағы әркез қолдасын. Аманат етіп қалдырған бізге бәрінде, ұрпағын мәңгілік елді жырласын.